Сәлеметсіңдер ме, құрметті 3-ші сынып оқушылары. Математика сабағы. 143-ші сабақ ішкі жиын. Оқу мақсаты сен жиындардың ішкі жиынын құрасың. Ортақ тақырып суды қорғау. Балалар, кітабымыздағы бірінші тапсырмаға назар аударайық. Амалдарды орында, шыққан нәтижелерді өсу ретімен қойып, қандай мақал жазылған анықта, мақалдың мағынасын түсіндір. Балалар, бұл жерде 4 өрнек берген, сол өрнектерді шығарамыз. Астында мақалдың сөздері жазылған, қандай мақал шығады, егер өсу ретімен қоятын болсақ, мақал шығады екен. 104 пен 3-тің көбейтіндісін қосамыз 92 мен 23-тің бөліндісіне. Енді балалар, бұл жерде бірінші қай амал орындалады? Дұрыс айтасыңдар, көбейту амалы орындалады, содан кейін бөлу амалы орындалады, содан кейін қосу амалы орындалады. Жарайсыңдар балалар. Екінші өрнекті түсіндіре кетейік. 1000 азайту 225 жақша ішінде бөлесің 5, азайтасың 76 бөлінген 19-дан. Енді балалар, бұл жерде бірінші қай амал орындалады? Жақшаның іші орындалады. Одан кейін бөлу амалы, яғни 5-ке бөлеміз. Одан кейін 76 мен 19-ның бөліндісі орындалады. Соңынан қай амал орындалады? Азайту амалы орындалады. Ендеше балалар, орнымызда отырып шығарып, бәріміз бірге отырып тексерейік. Балалар, бірінші тапсырманы бірге отырып тексеріп көрейік. Қандай мақал шықты? Дұрыс айтасыңдар. Судың да сұрауы бар деген мақал шыққан екен. Яғни, судың да сұрауы бар деген мақал шықса, есеміз біздің дұрыс шығарылды деген сөз. Балалар, енді оқулығымыздағы екінші тапсырмаға назар аударайық. Фигуралардың ортақ қасиеттерін анықта, жиындардың қайсы ішкі жиын болатынын анықта. Вен диаграммасын кескіндеп көрсет, фигуралардың суретін дәптерлеріңе сал дейді. С. Тік төртбұрыштар жиыны, А. Тік төртбұрыштар жиыны, В. Шаршылар жиыны. Енді балалар, бұл жерде А тиісті С-ға, В тиісті С-ға. Яғни, дәптерімізге қазір фигуралардың суреттерін салып, вен диаграммасын өзіміз сыза қояйық. Үшінші тапсырмаға назар аударайық. А жиынның элементтерінен өзің анықтаған қасиеттер бойынша бір ішкі жиын құр. Дәптеріңе вен диаграммасын сыз, оған әрбір екі жиынның элементтерін жаз. Екі ішкі жиын құруға болама. А жиында 22, 6, 53, 11, 79, 33, 12 деген сандар бар. Енді балалар, бұл жерде В жиыны да А жиынына тиісті, С жиыны да А жиынына тиісті. Ендеше, екі таңбалы сандар жиыны және бір таңбалы сандар жиыны деп екі жиын құруға болады. Балалар, 4-ші тапсырмаға назар аударайық. Вен диаграммасымен кескіндеп көрсет, оған бірнеше элемент жаз дейді. Н. Екі таңбалы натурал сандар жиыны. А. 30-дан кем екі таңбалы натурал сандар жиыны. В. 30-ға тең және одан артық екі таңбалы натурал сандар жиыны. Ендеше Н-ға қандай сандарды жазуға болады? Дұрыс айтасыңдар. Мысалы, 12, 15, 18, 20, 23, 29 деген сандарды жазсақ болады. А жиынына 30-дан кем екі таңбалы натурал сандар. Яғни, 12, 15, 18, 20, 23, 29 деген сандарды жазсақ болады. В. 30-ға тең және одан артық екі таңбалы натурал сандар жиыны. 30, 35, 37, 41, 44, 45 деп өзіміз сандарды жазсақ болады. Балалар, енді 5-ші тапсырмаға назар аударайық. 3 жиын берілген, ішкі жиынды тап. Дәптеріңе вен диаграмманың көмегімен бейнеле. Әрбір жиынның бірнеше элементін жаз дейді. Бірінші жиын 100-ге тең және одан кем натурал сандар жиыны. Екінші жиын бір таңбалы ғана натурал сандар жиыны. Үшінші жиын екі таңбалы натурал сандар жиыны. Енді 100-ге тең және одан кем натурал сандар жиыны қандай түспен бейнеленген деп бізден сұрап тұр балалар. Ендеше біз В жиынын және С жиынына қандай сандарды жазсақ болады? В жиыны тек қана бір таңбалы натурал сандар жиыны. Қандай бір таңбалы натурал сандар? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 сандарын жазсақ болады. С-ға 12, 33, 47, 86, 48, 64, яғни 2 таңбалы қандай натурал сандар жиыны бар, соның жазсақ болады. Енді бізден сұрап тұр балалар, 100-ге тең және одан кем натурал сандар жиыны қандай түспен бейнеленген? Яғни қандай түспен бейнеленген екен балалар? Дұрыс айтасыңдар, қызыл түспен бейнеленген екен. Балалар, енді 6-шы тапсырмаға қарайық. Сызбаны қара дейді. Судың ластану көздері. Яғни өрнектердің мәнін тап. 976 мен 646-ның айырмасы. 203 пен 2-ның көбейтіндісі. 108 пен 2-ның көбейтіндісі. 579 пен 298-дің қосындысы. Яғни, судың ластану көздерін өсу ретімен қойсаң, судың ластау көздерінен ең ірісі қайсы екенін білетін боласың дейді. Енді балалар, бізге берілген тапсырма өте жеңіл. Қазір орнымызда отырып, өрнекті шығарамыз, өрнектердің мәнін табамыз, оларды жаңағы өсу ретімен орналастырамыз. Қандай сөз шығады екен? Бірге отырып, балалар, тексерейік. Балалар, 6-шы тапсырманы орындап болсақ, кәне барлығымыз бірге отырып тексерейік. 973 пен 646-ның айырмасы 327-ге тең. 203 пен 2-ның көбейтіндісі 406-ға тең. 108 пен 2-ның көбейтіндісі 216-ға тең. 579 пен 298-дің қосындысы 877-ге тең екен. Яғни балалар, өсу ретімен қойсақ, судың ластану көздерінің ең ірісі қайсы екенін білетін боласың. Қоршаған ортаның ластану нәтижесі. Енді балалар, есеміз барлығыңыздікі да өрнектеріңіз менікі сияқты орындалды деп ойлаймын. Жарайсыңдар балалар. Балалар, енді 7-ші тапсырмаға назар аударайық. Егер шүмек дұрыс жабылмаса, тәулігіне 20 литр су ағып кетеді. Балалар мектепте 3 шөлмекті дұрыс жаппай ұмытып кетсе, бір тәулікте қанша литр су ағып кетеді? 2 тәулікте ше, 3 тәулікте ше. Ендеше балалар, бірінші бір тәулікті тауып алу үшін біз не істейміз? Дұрыс айтасыңдар. 20-ны не істейміз балалар? 3-ке көбейтеміз. Жарайсыңдар балалар. 20-ны 3-ке көбейтетін болсақ, қанша болады балалар? 20-ны 3-ке көбейтеміз. Қаншаға тең? 60-қа тең. Ендеше бір тәулікте 60 литр су ағып кетеді екен. Ал 2 тәулікте қанша литр су ағып кеткен білу үшін не істейміз? Дұрыс айтасыңдар. 60-ты көбейтеміз. 60-ты көбейтеміз. 3-ке. 2 тәулік тегін табу үшін 60-ты 2-ге көбейтеміз. Қаншаға тең болады? Дұрыс айтасыңдар. 120-ға тең. Яғни 2 тәулікте 120 литр су ағып кетеді екен. Ал 3 тәулікті табу үшін 60-ты 3-ке көбейтеміз. 60-ты 3-ке көбейтсек, қаншаға тең? 180-ге тең болады екен. Яғни 60-ты 3-ке көбейтсек, 180-ге тең екен. Яғни 3 тәулікте қанша литр су ағып кетеді екен балалар? 180 литр су ағып кетеді екен. Солмен бір тәулікте 60 литр су, 2 тәулікте 120 литр су, 2 тәулікте 120 литр су, ал 3 тәулікте 180 литр су ағып кетеді екен. Жауабын тексеріп көрейік кәне балалар. Жарайсыңдар, дұрыс шығардық. Балалар, 8-ші тапсырманы үй тапсырмасы ретінде беремін. Көп бұрыштардың қабырғаларының ұзындығын өлше, олардың периметрін тап дейді. Бірінші көп бұрышымыз AVCD, яғни қанша сантиметрге тең болады екен? Дұрыс айтады, 2 сантиметрге. Ендеше 2-ні не істейміз? 4-ке көбейтеміз, Сол сияқты ары қарай есепті өзіміз өлшей отырып, периметрін табамыз.